Оразада қалай тамақтану керек? Біріншіден, аузыңызды құрмамен ашыңыз. Құрма көмірсу көзі болғандықтан, ал сіз күні бойы аш жүргендіктен, ол бойыңызды сергітіп, келесі күні ресурсты болуыңызға көмектеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: оразаларыңды құрмамен ашыңдар, өйткені ол береке. Егер құрма табылмаса, онда сумен ауыз ашыңдар, өйткені ол тазалаушы, деген. Екіншіден, жеткілікті мөлшерде су ішіңіз. Ауыз ашардан кейін және сәресіне дейін ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішуге тырысыңыз. Үшіншіден, шөлдететін өнімдерден бас тартыңыз. Консервілер, тұзды жаңғақтар мен балықты тұтынбауға тырысыңыз. Сонымен қатар, дәмдеуші көп қосылған ас та шөлдетеді. Сондықтан көкөністер мен жемістер жеңіз. Ол шөліңізді басып, ағзадағы су тапшылығын азайтады. Төртіншіден, асықпай тамақтаныңыз. Күні бойы аш жүргендіктен, бірден көп тамақ жеу ағзада күйзеліс тудырады. Аузыңызды құрмамен ашып, артынан су ішіп, сорпа мен салат жеген абзал. Біраз уақыт өткен соң, негізгі асты ішсеңіз болады. Көп тамақтану ас қорыту жүйесі мен асқазан ауруларын тудырады. Ал ауызашардағы сорпа ағзаға қажетті қоректі заттарды толықтырып, асқазанды келесі асты қорытуға дайындайды. Бесіншіден, ас мәзірінде пайдалы өнімдер болсын. Рационға міндетті түрде көкөніс пен жеміс-жидектер қосып, қуырылған, ащы және майлы астан аулақ болыңыз. Ас мәзіріңізде міндетті түрде ет, дәнді дақылдар және жұмыртқа болсын. Себебі бұл өнімдер ағзаға қажетті протеиндерге бай. Алтыншы, тәттілерді азайтыңыз. Ауыз ашардағы тәттілер ішіңізді кептіріп, ас қорытуды нашарлатады. Оған қоса, қандағы глюкозаны да көбейтіп, тәтті құмарлыққа әкеледі. Егер қатты тәтті жегіңіз келсе, онда ауыз ашқаннан соң 2-3 сағаттан кейін жеңіз. Жалпы тәттілерді құрма, кепкен жемістермен алмастырған жөн. Жетінші, кофені азайтыңыз. Ораза кезінде кофені аз ішіңіз. Себебі ол ұйқысыздық пен бас ауруына әкеледі.